Шымкенттеміз ыдыс-аяқ бизнесі кімге қызық, ішін полный ақтарамыз, есімің кім? Бейбіт. Бейбіт қай жақтың жігітсің? Жетісайдың жігітімін. Іште полный таныстырасың ба? Өзің опытымен бөлісесің ба? Өзім опытымен бөлісемін. Жастар көреміз кеттік. Так, Бейбіт бауырым, қанша жылдық опыт бар мынада? Пасудан ішінде туылғам ғой мен. Тұлғасын, әке-шешең осымен айналысқан 30 жылдық дедің ғой жаңа. 30 жылдық қой. Болды. Кішкентай жерден бастаған. Кішкентай жерден бастағанбыз. 2 метр жерден бастағанбыз. Көз ашқалы бері осымен айналысып жатсың ғой. Көз ашқалы бері осы ыдыс-аяқпен. Осы бір не ма? Негізі жалпы осы бір точка ма сенде? Бұл бір точка. Қол астында қанша адам жұмыс істейді? Қол астымызда 21 адам жұмыс істейді. 21 адам, ең кемі қанша айлық алады? Ең кемі 200 мың теңге айлық алады. 200 мың теңге алады. Жастар ғой үшін. Ең үлкені ше көбі. Ең көп алатыны 600-700. 600-700 старшилар алады. Старшилар алады да. Мынаның ішінде қиыншылықтарды айтып жіберсең бастайтын адамдарға. Қандай қиыншылығы бар мына ыдыс-аяқтың? Ыдыс-аяқтың қиыншылығы біріншіден ақша дейді ғой, бірақ ақша қарамай ұра беру керек қой, қайтпау керек қой. Мына жердің арендасы қанша миллион? Нормальный ғой. Нормальный ма? Сендер айтпайды екенсіңдер Шымкентте, бәрін жасырын ұстай дегенде біз де Астанада айта береміз ғой. Енді сенің жалпы жастарға мына кәсіпті неден бастаған дұрыс деп айтасың мына жақта? Бастайтын болса мысалға, осы бизнестің пайдасын айтсай бізге, пайдасы қалай істейсіңдер бұны? Пайдасы қалай өзі? Үстінде маржасы қалай болып отыр? Бұда маржасы бізде 10% ғой, аз. Бірақ количествомен ұрамыз ғой. Количествомен ұрасың. Количествомен ұрамыз. Негізі бірге бір қосып сататындар бар шығар негізі. Бірге бір посудада сатамайды. Бірге бір қосып сатамайсың ба бұда? Бұда бізде мода таңдамайды, сезон таңдамайды, ұра береміз. Мысалға сезон өтіп кетіп, түрлері ауысып кететіндер жоқ па? Остатка болып қалмай ма? Остатка бар ма? Бізде остатка қалмайды, тек бой болады ғой, сынады. Біз қазір дамып жатырмыз, астау шығарып жатырмыз, оқтау тақтай шығарып жатырмыз. Қазақстаннан шығып жатқандар шайник бір-бірлер бар ма негізі біздің Қазақстаннан шығып бар ғой, Қазақстаннан шығып жатқан астау шығарып жатырмыз, оқтау тақтай шығарып жатырмыз. Қаяқтан Өзім шығарып жатырмын. Өзің шығарып жатсың ба? Қалай шығарып жатсың оны? Кәдімгідей ағаш кесесінде барасын шығарып жатырмыз. Шығарып алып, өзі сатып жатсың. Станоктар алдыртқанбыз, Қытайдан сол станоктармен шығарып жатырмыз. Мынаның бәрі Қытайдан келе ма? Жалпы барлық нәрсе Қытайдан келіп жатыр ма? Бұл жерде 95% Қытайдан келеді. Біздің Қазақстаннан чайник, стакан ештеңе шықпай ма? Біздің Қазақстаннан қазір астау шығып жатыр. Ағаштан шыққан заттың бәрі Қазақстаннан шығып жатыр. Тазик сатасың ба? Көк тазик шығады дейді Қазақстаннан. Иә, ол тазик шыға береді. Көк тазик шыға ма? Тазик шығады. Пластмастан бір где-то 10% Қазақстан шығады. Қазақстаннан шығады. Шымкенттен шығатын өнім бар ма мына жерде? Жоқ. Вешалка бар, тазик бар. Шымкенттен шығатындар. Шымкенттен шығып жатыр. Бізде Шымкенттің халқы неге қарайды жалпы? Біздің Шымкенттің халқы бірінші очередь ценаға қарайды, кейін качествоға қарайды. Ценаң мощный болса келе береді ғой. Мына жерде енді қымбат заттар бар ғой, мысалы басқа мемлекеттерден де келетіндер бар ма? Качественный негізі тек қана Қытайдан келеді ма бүткіл зат? Енді андай болады ғой, чекский заттар болады, чекский посуда болады, ол қымбат. Қымбат та, бәсе сондай разницасы болу керек қой деймін да. Енді Шымкент бойынша сенің бағаң қалай? Баға жайында айтшы сен өзің. Бағаң не дейсің сен? Арзан ба, қымбат па, средний ма сен бағаң? Шымкент бойынша бағаң любой баға береміз ғой, арзан. Минусқа. Ең арзан мен сатам деп ойлайсың ба, ойламайсың ба сен? Ең арзан мен сатамын. Сен сатасың ба? Қошта ма? Ағайындар комментария жазып кетіңіздер, келіп бағасын көріп кетіңіздер. Енді қара сенен келіп оптым алатын болса ше, мынаны ашатын адамдар болса да, осы кәсіппен айналысатындар бар, жан-жақта ауылдағылар мысалға. Сенен келіп алса оптым бағада Қытайдың бағасында бере аласың ба мысалға? Смело береміз ғой. Ең арзан бағада кәсіпті міне енді бастап отқан кісілер болса, келіп номерді қалдырып кетеміз. Оптым болса оптым, розница болса розница бере береміз. Так, осы кәсіпті бастаған кезде ең бірінші неден бастау керек мына жерде? Чайник па, шәугім ба, неден бастау керек көп нәрсе? Ең жақсы өтетін қадауи тауарлар не бұда? Ең бұл кәсіпті бастағанда адаммен мәміле қылуды үйрену керек қой, бірінші очередь. Бірінші очередь мәміле. Дұрыс, мәмілесі бар ғой енді, ақшасы бар. Қандай товар әкелуге ертең ұрынып қалмау үшін да мысалға? Ұрынып қалмау үшін ассортимент ұстау керек қой. Ассортимент. Жоқ, ол белгілі ғой ассортимент. Ең қадауи товарлардың атын айтып жіберсе, бар ма ондай нәрселер негізі? Бар ғой. Қандай товарлар мысалға? Ондай товарлар сковородка бар, қазан бар. Сковородка жақсы өте ма? Қазан ше? Қазан да зор өтеді. Қазан да жақсы өте ма? Страшно өте ма не қазан? Страшно өтеді ғой. Мындай нелер ше мындайлар? Алма салатын, фарфордан любой зат өте береді ғой. Өте береді. Тоқтамай ма? Енді қара, бауырым. Сенде акция бар ма? Халыққа, Шымкенттің халқына Дараның атынан не ұсынасың сен? Дараның атынан келсеңдер, бөлек акция ұйымдастырып береміз ғой. Ұйымдастырып бересің. Қандай акция мысалға? Мысалға мынаның сен 5000 теңгеден сатып жатсың. Менің атымнан келсе, мысалы так клиентке 4000-ға беріп жатсың. Менің атымнан келсе бар ма? Сенің атынан дәл осыны келсе 2,5 теңге береміз. Тағы да скидка береміз. 2,5 теңге. Тағы мысалы клиентке 4000-ға берсе, менің атынан келсеңдер 2,5-ға беремін дейді ғой. Қазір астау деген хит болып жатыр дейді ғой енді. Өзіміздің Шымкенттен шығып жатыр ма осылар да? Осылар өзіміздің Шымкенттен шығып жатыр. Станокты Қытайдан алдыртып, жасатып жатыр. Ағаш қандай ағаштан істелінеді, качествосы айтса енді өзің маман ретінде. Мынандай астаулар мысалы березадан жасалынады ғой, ақ қайын дейді ғой. Береза сок ішіп жүр ғой, сондай ағаштан жасалынады. Цельный ағаш болады. Қазір Қытайдан да көбейіп кетті келіп жатқандар. Олар клейный полдар болады ғой, баяғы Совет үкіметінің пол. Сол сияқты жинайтын да. Бұлар цельный ағаш болады. Бұлардың бәрінде табиғи болған кейін
көз болады обязательно. Көз болады, табиғиында көз болады. Табиғиында көз болу керек, ол көзсіз редко. Өзің сияқты мына кәсіппен айналысатын жастарға мысалы қанша квадраттан бастаған дұрыс? Ең кемі 100 квадраттан бастап 100 квадраттан бастап өсіп үлкейіп кетуге болады. Үлкейіп кетуге. Негізі үлкен квадрат болған сайын дұрыс қой негізі. Ассортимент көбейтеді. Енді мына кәсіппен айналысса пайдасы жақсы ма негізі? Қарапайым халық жақсы алатын сияқты, келіп жатыр, адам көп мына жерде. Жалпы мына жастарға не деп айтасың? Бағаң дұрыс болса, халық келе береді. Жақсы жүре беретін. Жыл 12 айлық нәрсе ғой. 365 күн сауданың сезон ауыспайды. Ағайында мына кәсіппен айналысуға совет береміз. Конкуренттер көп болған қалайсың ба, аз болған қалайсың ба? Көп болған қалаймын. Осындай жомарт жігіттеріміз көп болсын. Чимкент тек қана сіздер үшін. Let's go.